Положь. Как я кигізіп берейін. Уходи за меня, да? Нормально. Мен үйге как карго. Как карго, да? Сүйікті Нұрсатшыйыма күнде келем. Hoş geldiniz. Жоқ дегенде әйтеуір бір штук болсын аяқ киім сатамын Нұрсатшыдан деп. Нұрсатшыға келмесем настроением болмайды. Мен бұл жерден андай алып кетем ғой. Байлықтың мотивациясын алып кетем деп ше. Люблю я Нұрсатшы, девочки. Негізін ал хейтерларға айтқым келеді негізінде ше. Көптеген сообщение жазасыңдар, көптеген в общем ауыздарыңызға келген нәрсені жазасыздар ғой негізінде. Алдында айтып өткендей, сіздердің де ұлдарыңыз бар, сіздердің де қыздарыңыз бар. Сол себептен әр нәрсені жаза бермей, бірінші ойланып жазсаңыздар айтқым келеді, потому что көңіл бар, адамның көңілі бар, адамның жүрегі бар деп айтқым келеді. Мен негізі хейтқа қарамаймын. Не жазсаңыздар жаза беріңіздер. Сондықтан сәл ауыздарыңызға қарап жазсаңыздар. Мен бәрі оқып отырмын. Жаңа историяның алдын мен айтып өттім ғой, қандай сұрақтарыңыз бар, бүгінгі эфир туралы ойларыңыз десем, ана сұраққа жауап берейін десем, датало біз андай төмен жерге түсіп кеткенбіз бе білмеймін да. Олай жазудың мақсаты неде түсінбедім да. Хейтерларға айтарым, тек қана өмір жасаңыз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал қолдаушыларым сіздер всегда жақсы көремін. Ал қолдап жатқан жандарға, қолдаушыларыма үлкен рахмет. Сіздерге де өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Қандай жағдай болса да қолдап әйтеуір Нұрсұлтан давай деп жатқандарға үлкен рахметімді айтамын. Сол хейт жазатқандарға, хейтерлерге айтарым, тек қана бақытты болыңыздар, бала шағаларыңыздың өмір жастарын ұзақ болсын, солардың қызықтарын көріп жүре беріңіздер. Солай айтарым. Өмір қысқа, бұл өмірде тек қана позитивный болып жүрейік, күліп ойнап жүрейік. Өміріміз, уақытымыз кәдімгідей қалай өтіп кеткен өзімізді білмей қаламыз. Бұл өмірде біз дамылмасақ, оқымасақ, жаңағыдай алға қарай жүрмесек, жата береміз бір орында, жаңағыдай біреудің өміріне қызығып, біреудің ситуациясына қызығып, мынандай нәрсе айтып қапты ғой. Андай ғой енді жалпы біреу аяқтан шалғанды негізіне жақсы көреді, иә, түсінемін. Сол себептен барлықтарыңызға сәттілік сылайтын келеді. Осындай дастархан жайып беріп отырған бізге, осында 4-5 сағат аяқтан тік тұрып, шапқылап бізге қызмет жасап жүрген аяшы қыз жігіттерге де мың рахмет. Одан кейінгі рахметім осы Бексұлтанға. 2 ай бұрын менің тойымды өз мойнына алып, өзім басқарап, өзім алып жүрем деген тойым